Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем языков народа Казахстана. От всей души желаю нашей стране мира и процветания. Пусть язык всегда вдохновляет нас и дарит добро. Я принимаю эстафету от председателя правления Айдара Абдразаковича Арифханова, и сегодня я хочу прочитать стихотворение Дихана Абилова «Туған тілім». Туған тілім, бабам тілі, өз тілім. Туған тілім, анам тілі, өз тілім. Туған тілім, далам тілі, өз тілім. Туған тілім, адам тілі, өз тілім. Туған тілде сыры терең жаным бар. Туған тілде мың ыстық қаным бар. Туған тілде әнім менің сәнім бар. Туған тілім, жүрек үнім, наным дар. Спасибо за внимание. Я передаю эстафету нашей дочерней организации Банк развития Казахстана.